Сәлем достар, бүгін самсаны қатыру жолымен бөлісетін боламын. Самсаның тестасының рецебі каналымда бар, каналға өтіп көрсеңіздер болады. Ең алдымен самсамыздың қамырын бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін қамырымызды жаямыз. Қатты чұқағып жаюдан қажет жоқ. Жайылған қамырымызды үстіне салмаларымызды салып шығамыз. Мен асқабақ салмасын қолдандым. Өз қалауыңызша қалаған салмаңыз қолдансаңыз болады. Және осыны 3 топ түйіп шықтым. Осы түйілген самсаларымызды ыдыстың бетіне қойып шығамыз. Ол ыдысымыз құрақ болу керек, және бетіне жабысып қалмау үшін ұн сеуіп жібереміз. Осылайша самсаларымыздың барлығын жұмыртқамен жағып шығамыз бетін, және үстіне күнжіт сеуіп шықтым. Осылайша бәрін қатыратын боламыз. Мінекей бір күннен кейін самсаларымыз бәрі қатып шықты. Осылайша бәрін пакетке жинап қойып қоямыз. Қалаған уақытымызда қолдана берсек болады енді. Қатырған самсаларымыз сол күйінше форма қойып пісіріп аламыз. Ешқандай ерітпейміз. 250 градуста 20